Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осындай үлкен, әдемі, жұмсақ болып шығатын балды торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен бізге осындай бал қажет болады. Балды отқа қойып қайнататын боламыз. Қайнаған соң ас содасын салып, түсі қоңырлау түске кіргенше қайнататын боламыз. Үстінен сары майды салып, ертіп аламыз. Сосын суығанша шетке алып қоямыз. Енді бізге 6 жұмыртқа, қант, ұн, разрыхлитель және де ас содасы қажет болады. Разрыхлитель мен ас содасын ұнымызға салып жібереміз. Жұмыртқаны жақсылап миксерлейміз. Ағы мен сарысын ажыратып миксерлесеңіздер де болады. Мен қосып миксерлей бердім. Сосын қантты салып, түсі аппақ болғанша жақсылап миксерлейміз. Суытқан балымызды қосып, тағы да бір рет миксерлеп жібереміз. Енді қалған жұмысымызды осындай лопаткамен жалғастырамыз. ұн, ас содасы және де разрыхлительді араластырған нені ситадан өткізіп, массамызға 2-3-ке бөліп саламыз. ұн біркелкі араласу үшін венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Қамырымның түсі кішкене қоңырлау түс болу үшін мен кішкене какао салып жібердім. Негізі қоспай қойсаңыздар да болады. Қамырымыз осындай сұйық болады. Осындай листке пергаментті жайып, қамырымызды 3 бөлікке бөліп пісіріп аламыз. Спатуланың көмегімен жайсаңыздар, қамырыңыздың шеттері, ортасы барлығы біркелкі болып ісіп шығатын болады. Ал енді кремін дайындаймыз. Бізге қант пен ұн қажет. Екеуін жақсылап араластырып алып, үстінен сүт құямыз. Сүтті құйған кезде тоқтамай араластырып тұру қажет. Сол кезде креміміз әдемі біркелкі болып шығатын болады. Енді бұл массаны отқа қойып қайнатамыз. Отқа қойған кезде үнемі тоқтамай араластырып тұру қажет. Уақыт өте келе осындай қоюлана түседі. Сол кезде кремді алып суытамыз. Міне менің жұмсақ әдемі корждарым пісіп шықты. Оларды барлығын бірдей размерде кесіп алу үшін осындай кольцоның көмегімен кестім. Шетінен шыққан корждарды майдалап бетіне себетін боламыз. Осындай жұмсақ, үлкен болып шығады. Ал енді суыған кремімізді жақсылап миксерлейміз.
Бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап миксерлейміз тағы бір рет. Креміміз дайын болды, енді тортты жинай берсек болады. Тортымыз жылжып құлап кетпес үшін осылай ең астына кішкене крем жағып, кожды жабыстырып аламыз. Кремімізді теңде 3 бөлікке бөліп, тортты жинаймыз. Осылай спатуланың көмегімен кремді кождың барлық бетіне бірдей етіп жағып шығамыз. Енді осы жаңағы шетінен шыққан кождарды майдалап алғаннан кейін, осылай бетіне, бүкіл жеріне сеуіп шығатын боламыз. Міне достар, осымен тортымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, менің парақшама тіркелуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.